12 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар, қадірлі қазақ елі, эфирде театрым тағдырым бағдарламасы, және мен Жұлдыз Бейсек. Біз бүгін 1957 жылы Жамбыл облыстық қазақ драма театрына актриса болып қабылданып, 57 жыл бойына Әулиеата жұртын өнерімен тәнті еткен талантты актриса Мәкен Малтабарқызымен сұхбаттасатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Райысханова Мәкен Малтабарқызы 1945 жылы 8 наурызда Жамбыл облысында дүниеге келген. 1961-1963 жылдары Жамбыл мәдени ағарту училищесінде театр өнері бөлімінде оқып білім алған. 1964 жылы Жамбыл облыстық қазақ драма театрына актрисалық қызметке қабылданған. Театр сахнасында 100-ден аса кейіпкерлер образын сомдап, актерлық шеберлігімен танылған өнер иесі. Мәкен Райысханова театрдың ардагерлер кеңесінің мүшесі ретінде қоғамдық жұмыстарға белсенді ат салысады. Қазақстан театр қайраткерлері одағының белді мүшесі. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігіне 20 жыл мерекелік медалінің иегері. Мәкен Райысханова 2020 жылы облысқа еңбек сіңіргені үшін белгісімен қоғамдық марапаттар жөніндегі Республикалық кеңестің қазақ мәдениетінің қайраткері медалімен Қазақстан Республикасының мәдениет қызметкерлері кәсіподағының құрмет белгісі төсбелгісімен марапатталды. Балалары мен немерелерінің өнегелі анасы. Сәлеметсіз бе, Мәкен Малтабарқызы? Қалыңыз қалай? Жақсы, Аллаға шүкір. Денсаулығыңыз қалай? Аллаға шүкір, жақсы. Бәрекелді. Сіз тура 2-ші дүниежүзілік соғыс аяқталып, жеңіс туы желбірегенде дүниеге келіпсіз. Балалық шағыңыз туралы айтып беріңізші. Балалық шағым менің Мерке ауданында туылғам, сол жерде өскем, сол жерде мектепте біткем. Енді балалық шақтың қайсы бірін айтайын көп қой, бірақ оның ішінде ең бір еске алатын нәрсе, мен өзі кішкене еркек шора болған мінезім, кішкене балалармен көп ойнайтынмын. Мектепте өте жақсы оқыдым мен. Анам менің бала кезімде народный театр дейміз, халық театры, соғанда қатысқам. Сол кезде мен балалығым ғой, Қозы көрпеш, Баян сұлу, содан кейін жаңағы Құдағи келіпті деген спектакльдер қояды ғой, сонда қатысқам. Сол жерде Мақпалдың рөлін, мен Қозы көрпеш, Баян сұлу Мақпалдың рөлін өзімше енді қатырдым деп ойнадым ғой. Сөйтсем жаңағы шешем марқұм үйге келгенде балам ау, 1 грамм аузың қимылдайды, өзің даусың естілмейді ғой дейді. Қорыққаным ғой енді балалар деп. Сондай ептеп өнерге сол кезден жақын едім өзім. Өнер жақсы көретім. Сол халық театрында біраз жыл істедім. Содан кейін 10-ды тамамдағаннан кейін осы мені қабылдаған Шынасилов марқұм атамыз Яқи Шынасилов. Содан кейін 9 күннің ішінде мен экзамен тапсырдым. Барлығы тапсырып кеткенде мен кешігіп қалыппын. Соның келіп досрочный дейді ғой, енді орысшасы жаңа тездетіп, сөйтіп жаңа студенттердің бәрі шудың алға баспа, сояққа алып кеткен екен. Мені соған қосу үшін тез әйтеуір экзаменді жақсы тапсырдым. 9 күн ішінде түпкі просветті бітірдім. Сіз Жамбыл мәдени ағарту училищесіне театр бөліміне оқуға түстіңіз. Иә. Ол кезде қалай қабылдайды емтиханда? Ол кезде жаңа сұлық дейді ғой, ескерту. Соны теріс қаратып қояды, мынаяқтан музыка ойнайды. Соны дәп-дәл сондай қылып ойнап берсең, айтып берсең, сонда уже сенің сұлықың жақсы дейді. Содан кейін этюд дейді, жаңағы қарайсында жаңағы бір нәрсені айтады енді. Біреу келе жатыр, біреу осылай, соның бәрін этюдпен көрсет, қимылмен, сөзсіз қимылмен көрсетейді. Одан өттім. Алғаш сомдаған кейіпкеріңіз есіңізде ме? Есімде. Алғаш осы театрға келгенде Рашида Менгалиевна деген режиссер апайымыз болған. Сол кісі маған театрға қабылдап, соны Зәуреш Еспергенова деген апайымыз бізге Әлжапар Әбішевтің Кімге күлеміз деген спектаклінде характерный рөлде әуес деген үлкен ауқымды рөлді берді. Бірақ мен қорықпадым.
Менің партнерларым барлығы ол кісілер қазір жоқ қой, үлкен кісілер. Енді жаңағы әйел сондай бір ашық мінезді, кішкене теріс жолда жүретін әйел, қайынсіңлісіне күн бермейді. Соның барлығын жаңағы менің санымды бүйтіп ашып тастайды. Соға дейін шыдадым, соны ойнап шықтым. Екінші ойнаған рөлім мынау Асқар Тоқпанов атындағы театр ғой, осы атамыз бізде істеген. Сонда Абайда маған ажарды берген. Сол ажарды түнгі сағат 1-ге дейін репетиция жасайтын. Соның бәріне шыдап, сол рөлді сомдап шықтым. Ата-анаңызда бар ма сол өнер? Ешқайсында өнер жоқ, бірақ шешем ән айтатын. Мен оны түсінбейдім. Сондай сыңғырлап жіңішке дауысты айтатын. Сөйтсе ол сопрано екен ғой. Оны біз енді түсіндірді ғой. Оймай, мен шешемнің дауысы қандай жіңішке дейтінмін. Сол шешем кішкене ән айтатын, бірақ әкем де шешем де өнер адамдар емес. Біреу мал доктор болды, біреусі жаңағы соның дәрігер болды әйтеуір, малдың дәрігерлері болды. Бірақ екеуі де ерте кетті. Әкем 37-де, шешем 40-да кетті. Мен артымда інім, сіңлім соларға бас-көз болған менмін. Соларды оққа түсіріп, солардың барлығын Алматыға институтқа түсіріп, жұмысқа бір ақпен шығып кетті, соны жасауын дейді ғой, сонысын да бергізіп, енді өжеттігін ғой енді. Сол бір үйдің тірлігін бәрін бітіріп, осы Жамбыл театрына 65-ші жылы октябрь айында кеп орналастым. Бәрекелді. Сізді танитын адамдар өзіңізде айтып отырсыз, өткір мінезді деп айтады. Сізге кереғар мінезіңізге кейіпкерлер сомдауға берген кезде бас тартасыз ба? Жоқ, тартпаймын. Рөлден бас тартуға болмайды. Соған қалай да шыдау керек, соны шығаруға тырысу керек. Мен сахнада өтірік сөйлеген деген қиын ғой. Қалай болған күнде де жан тініңмен жүрекке салып, мен талай характерный рөлді ойнадым, талай положительный рөлдерді ойнадым. Енді ол кезде телевидение жоқ, сотка жоқ, видик жоқ. Біздікенің барлығы әйтеуір кетті ғой, кетті, күйіп кетті еңбек. Аллаға шүкір, қазірде енді ептеп ойнап жатырмыз. Қазіргі басшыларымыз өте жақсы. Осының алдында біздің Болат Бекжан деген белгілі журналист, белгілі ақын, белгілі жазушы ініміз болған, о да өнер жақсы көретін. Сахнаға шыққан кезде, кейіпкерлер сомдап тұрғанда, сөзіңізді ұмытып қалатын жағдайлар кездесті ме? Бір-ақ рет ұмыттым осы өмірімде. И то бүйтіппін ғой енді. Беуғызарай деген спектакль болған, сонда басында жаңағы бот болады, өзің асынан рөлің болады, бірақ жастық қой, памяттің күштілігі. Жансұлуды, Беуғызарайды, Нұрсұлуды да, Айсұлудың да, бәрін сөзін білем ғой. Соны Гүлжарқын деген апа болған. Сол кісі жаңа сахнаға шыққанда Нұрсұлуды ойнайтын. Мен Жансұлумын. Осы сахнада прям қалада айтып жатырмыз, ойнап жатырмыз, бір ана сөзін ұмытып қалдық. Ол ішінде сөзін, өзімде сөзімді айтып, енді арғатай ол үшін сөзін тұтас, енді бірде білем, бірде білмеймін. Арғатай, аржағын өзіңіз айтыңыз деппін ғой, ел қыран күлкі болған. Сондай жағдай болады, енді ұмытып қалатын. Бірақ алып кетуге тырысасың. Бір етюд көрсетіңізші бізге. Мына жақында ғана Жакиевтің жүрекші жүректі ауыртпай деген белгілі режиссер Қуандық Қасымов қойған. Сол жерде күлекеш әйелді ойнап, содан кішкене ғана үзінді оқып берейін. Мен келінім жұмысқа кеткенде, жұмыстан келерде әрдайым шай қойып отырушым. Су алып қалмасын деп, ылғи үстіне су құйып отыратыным. Шай бұрқылдап қайнаушы еді, қайнаушы еді. Бір күні келінім жұмысқа кетіп келмей қалды. Таң атқанша күттім. Ертеңіне күттім. Оның ертесіне күттім. Көршілерім жақсы кісі еді. Келінім жоқ, хабарын біліп беріңдерші дедім. Түрмеден шыққан ұлымның қатын алғанын естіп, келінім соған ерексіп, күйеуге тиіп кетіпті. Келінім жақсы еді. Балам обалына қалды.
Менің де обалым соның мойнында. Ұрмаған адамға қалмады. Бір күні мені өлгенше тепкіледі. Селк етіп көзімді ашсам, еш жерім ауырмайды. Жылағым келеді, жылай алмаймын. Күлгім келеді, күле алмаймын. Булығып. Келінім келгенде ғана күлкім жарылып шықты ғой. Бәрекелді, тамаша, қандай керемет, талантты актрисасыз. Кәдімгідей толқып кеттім мен қазір көріп отырып сізді. Ол сахнада киіммен, музыкамен совсем бөлек. Енді мен жерде аяқ астынан киінбеймін әрине. Сіз өзіңіз ән айтасыз ба? Бұрын айтқам әнді. Бұрын концертте беретіміз спектакльде, командировкада көп жүрдік біз. 25 жыл Өзбекстан, Нүкіс, Қырғызстан, осылардың барлық бізден қалған. Оралға баратымыз 4 айлап, 3 айлап командировка кететіміз, балаларымызды тастап, командировка сода спектакльді ойнаймыз, спектакльден кейін халық концерт сұрайды. Сол кезде біз айтатымыз 7-8 өлеңді айтып шығады. Мен қазір дәрі-дәрмек дегендей, денсаулық дегендей, дауыстың бәрі жоқ болды ғой. Басыңыздан өткен қызықты оқиғаны айтып беріңізші. Шу жақта командировкада жүрміз. Мені ылғи актерлар өзім кішкене ептеп, внезапно қорқса қорқып қалам. Соны жаңа сахнада ойнап жүрсем, сонда келіп демалып отқан кезде Шүленбаев деген бір актер бар еді. Постоянно мені қорқытады да, қорқам, соғардан сахнаға атып шығып кетем. Соны бір күні әбден ойладым, осы кісіні қалай қорқытсам екен деп. Мұздай су қойып қойып, қыстың күні шығатынбыз. Жаңағы қағаз орадым да, мұздың челектегі суға батырдым да, ана кісі көресем ұйықтап жатқан. Ақырын бардым да мұрнына бет тығып, әкең, шешең дейді, спектакль жүріп жатқан сахнаға ұрды да кетті. Халық неге болғанын білмей қалды. Ана кісі апай-топай сахнаға шығып кетті. Мен қорыққан, енді үлкен кісі қорқыттым. Сөйттім де мен өлсем тығылып қалдым. Қорқып жүрдім. Кім істеді дейді, ешкім айтпайды. Сөйтіп бәріміз күлгеніміз бар, енді одан да толып атуға қайсысын айтайын қалдым. Бәрекелді, тамаша. Бір образдан екінші образға ену үшін сізге қанша уақыт керек? Образға ену қиын. Қиын, түнімен ұйықтамайсың, бір образ бергенде соны іздейсің, оқисың. Бірақ енді Алла басына түскенген дейді ғой, соны стараться етесің. Ол образдан образға бір күнде ауыспайсың ғой. Мысалы үшін бүгін бір спектакль ойнасаң, бір айдан кейін, 2 айдан кейін басқа спектакль алады. Соған ананың несіне түсіп кетпей, ана образдың характеріне түсіп кетпей, басқаша характер іздеу керек. Ол енді бізге образ дайындау деген өте қиын. Жүрек те кетеді, мұнда әртістердің жұмысы оңай дейді, оңай емес. Инемен құдық қазғандай. Егер актриса рөлде ойнамаса, ол ауырып қалуы мүмкін бе? Болады. Ол өте жаман адам. Соны ойнасам екен деп армандап жүргенде, кейде сол образды басқа адамға беріп, сол адамнан ол образ 100% онша шықпайды. Мысалы үшін, маған тиетін мені характермен, менің мінез құлқыма сәйкес рөлді апарып басқа бір адамға берсе, қандай ауырасын жүрек, шіркін-ай, мен ойнағанда осылай ойнайтын едім деген арман болады әрине. Ауырады жүрек. Тамаша. Санасы бос адамның алдында ойнағанша, бос орындықтың алдында ойнаған жақсы деген тәмсіл бар. Сізге көрермендердің әрі-бері жүруі немесе қол шапалақтауы қаншалықты әсер етеді? Ол енді әрине жақсы әсер етеді. Бірақ кейде соны сезбей де қаласың сахнада жүргенде. Сен үшін қол ұрып жатыр, бірақ сен анаяқта өзіңше өз образыңмен жүріп кетесің. Ондай да болады. Кейде бір
100% емес, 70-50% ойнап тұрғанда зрительдің не істегенін сезіп қоясың. Саған қалай общение жасап тұр, қалай сені қадірлеп, қалай саған қол ұрып тұр, оның бәрі белгілі болады. Ал 100% образға енген ештеңе сезбейсің. Сезбей қаласың сахнада. Сондай жан. Мен өзім сондаймын, енді басқа елді қайдам. Өзім сондай сахнаға шықтым ба, көп зрительге мән бермеймін. Мынау менің 70-ке толғанда, мынау милициялар дейді ғой, оның қазақшасын білмеймін, сол кісілер келіп, мені арнайы бір күн бұрын келіп, сахнада осы спектакльді көріп, ойпырмай қалайша сіз 70-те қимаймыз сізді деп, осы бидекті жасап маған подарок еткен. Мынау сол Тотықұс деген роль. Тотықұс. Көрермендерден келген ерекше сыйлық. Ерекше сыйлық осы. Мынау енді қайдасың Қайдарбек. Ол жерде де жаңағы баласын оқуға түсіру үшін Қайдарбекке блат беріп атқан кез ғой. Мәкен Малтабарқызы, сұхбатымыздың соңында Әулиеата жұртына айтар ізгі ниетіңіз болса мархабат. Еліміз, жұртымыз тыныш болсын. Тек қана халыққа тыныштық тілеймін, денсаулық тілеймін. Барлық халқыма рахметімді айтамын. Сізге де алғысымызды білдіреміз. Бүгін алтын уақытыңызды бөліп, бізге әдемі сұхбат бергеніңіз үшін, әдемі еттік көрсеткеніңіз үшін көп рахмет. Шығармашылық толағай табыстар тілейміз сізге. Аман жүріңіз, ауырмаңыз. Рахмет жаным, рахмет. Қадамың кітап басылар, өмірдің өзі сия біл. Әу бастан тағдыр жазылар, өмірдің өзі театр. Амандықта жүздескенше, ардақта ағайын.